Бүгінгі таңда Сарыөзек гарнизонында үлкен ауқымды іс-шара ұйымдастырылып өткізілді. Ол дегеніміз, яғни жас сарбаздарымыздың қатары бүгінгі таңда әскери ант қабылдап, отан алдына серттерін берді. Жалпы осы атқарылған іс-шаралар барысында Сарыөзек гарнизонының басшылары, сонымен қатар ата-аналардың қатысуымен, ардагерлеріміз, қонақтарымыздың қатысуымен үлкен іс-шара биік деңгейде өткізіліп ұйымдастырылды. Жас сарбаздарды осы күнге дейін тәрбиелеп жеткізген ата-аналарына көптен көп алғысымызды білдіреміз. Осы ата-аналардың берген тәлім-тәрбиесінің арқасында жауынгерлердің бойында отанға деген құлшыныстық, сүйіспеншілік қалыптасқандығы біздерге де осы ант қабылдауға дейінгі ұйымдастырылған шаралар барысында мәлім болды. Жас сарбаздардың отан қорғауға деген сенімділігі әрдайымда отанның сенімділігі. Отан үшін қызмет ету үшін аянбаймыз және тер төгеміз. Баламызды енді Қазақстанға қызмет істесін деп жіберіп жатырмыз. Отан алдындағы борышын абыроймен өтеп, балам бір жақсы қызмет істесін Қазақстанға, Қазақстанның үлгілі де, өнегелі, тәрбиелі де, сымбатты жігіті болып өсуге тілектеспін.